2020 жыл аяқталып қалды және де қалай қорытынды жасамауға болады, қалай қорытынды жасамай кетуге болады, сондықтан да міндетті түрде қорытынды жасау керек. Ал қорытындыны енді әркім өзі үшін әртүрлі қорытынды жасайды ғой. Мен осы жылы былай істей алдым, былай істей алмадым, демек маған келесі жылы былай жасау керек деген сияқты. Алайда мен бөлек бір басқа нәрсені алғым келіп тұр. Бұл кітап пен фильм туралы, яғни дәл осы 2020 жылы мен көрген, немесе осы 2020 жылы шыққан, немесе мен 2020 жылы оқып бітірген, тіпті оқып жатқан кітаптың ішінде ең үздігін таңдап сіздерге ұсынамын. Міндетті түрде сол фильмді көріңіздер, міндетті түрде сол кітапты оқыңыздар. Бұл сіздерге прям супер мотивация, супер энергия береді. Әрі қарай дамығын кәдімгідей өзіңді керемет сезінесің бұлардан кейін. Ендеше қорытындыны осындай бір форматта жасайық. Кеттік, бастаймыз. Сонымен ең біріншіден фильмға кірейік. Фильм ол адамның эмоциясын ашып береді. Әрбір фильм енді болады. Кейбір фильмдерден кейін сен өзіңді біртүрлі сезінесің. Кейбір фильмдерден сен мотивация аласың. Кейбір фильмдерден сен жылайсың, кейбір фильмдерден сен эмоцияны білдіресің. Ал мына фильм маған өзіме қатты ұнады. Әрине, білмеймін енді қаншалықты араларында қазақша фильмдерді көретін, әсіресе комедияларды көретіндер бар. Бірақ маған соңғы уақыттарда қазақ фильмнің деңгейі өте қатты ұнайды. Комедия саласынан біз мүлде өте керемет фильмдер шығару үстіндеміз. Дәл осындай фильмдердің бірі бұл «Жол» деген фильм. Жахан Отарғалиевтің, қателеспесем, режиссері Жахан Отарғалиев. Ол жерде бір, былайша айтқанда, кішкене ана спойлер, енді қатты жасамай ақ қояйын. Жалпы мазмұны былай болады. Жаңағы 4 соқыр кісі болады. 4 соқыр кісі, олардың ішінен біреуі соқыр емес. Бұлар арнайы больницаға бар жатады. Больницаға көздерін емдетуге Кореядан бір кісі келеді. Меніңше сол кісіге емдетілуге бар жатады. Ал жаңағы бір соқыр емес кісі, ол просто соқыр болып, курьер болып жұмыс жасап жүр. Бірақ ол соқыр сияқты көрініп, оған ең басты мақсат квартира алу. Бірақ дәл осы жолда ол жаңағындай түрлі қиындықтармен кездеседі. Шынайы одан да төмен адамдар бар екенін біледі. Одан да төмен адамдар осы квартираға лайық екенін біледі. Өте керемет жолда түрлі қызық оқиғаларға соқтыса келе, ол басқаша бір адамға айналып кетті деуге болады. Өте керемет фильм, маған керемет эмоция қалдырды, керемет әсер қалдырды. Өзіме деген шүкіршілігім артты, өмірге деген шүкіршілігін арттырып жіберді. Және де бір мотивация сияқты болды. Оның үстіне жаңағы фильмде сен шаршамайсың да. Мысалы, басы басталады, ортасы кәдімгідей қызып, сен анда әзіл жерде барады, анда жылататын моменттер де болады, анда түрлі қиын, қызық оқиғалардың бүкілі сол фильмде кездеседі. Бұл фильм жағынан топ осы жылғы фильм мен үшін. Міндетті түрде көріңіздер. Басқа да фильмдер бар, Оппенгеймер, басқа да бір фильмдер бар. Бірақ оларды өткіздіріп жібереміз. Кеттік. Енді кітап. Мен жаңадан шыққан кітаптардың барлығын оқи беремін деп айта алмаймын. Бірақ бұл жеке өзім. Бұл кітап «Самодисциплина» деген кітап. Патрик Блат деген кісі осы кітаптың авторы. Бұл кітап 2020 жылы шыққан жоқ. Қателеспесем, 2020 жылы шыққан жоқ, одан ерте шықты. Бірақ 2023 жылы оқып жатырмын мен қазір. Және де әлде оқып бітірмедім. Дәл осы видеоны жазып отқан кезде енді ғана бастадым, тура кеше алдым. Бірақ ең алғашқы бетінен бастап, және де егер де мазмұнын қарап көрсек, бұл кітап маған өте қатты ұнай бастады. Және де бұл кітапты барлығына кеңес беремін деп толықтай оқып бітпесем де айта аламын. Неге? Өйткені бұл кітапта практика. Кейбір кітаптар болады, ішінде теориялар өте көп жазылған. Бірақ бұл кітаптың ерекшелігі, бұл кітапта теориялар өте минималды тұрғыда жазылған. Бұл жерде ең бастысы практика. Яғни бұл жерде айтылған амалдарды, принциптарды өзіңнің өміріне қолдансаң, сенің өмірінде дисциплина деген зат бар, қайраттылық, табандылық. Ол болмаса сен арманға қарай жетуің екіталай. Себебі бұлсыз сенде арманға қарай деген бүкіл осы еріншектігің болады.
бұлардың барлығын жоятын дәл осы нәрсе, самодисциплина. Сондықтан да бұл кітапты міндетті түрде ұсынамын, оқуға міндетті түрде оқыңыздар, дисциплинаны арттырып жіберіңіздер. Бұл 2023 жылы шыққан жоқ, қателеспеймін, тағы да айтамын, 2023 жылы шыққан жоқ. Бірақ бір кітап бар, мен 2023 жылы оқыған, 2023 жылы шыққан кітап. 2023 жылы шыққан кітап. Осы жылы шыққан кітап, кешірім сұраймын, қазір есімде өте көптеген кітаптар бар. Ол кітап Марғұлан Сейсенбайдың «Технология счастливой жизни миссия выполнима» деген кітабы. Мен ол кітапты достарыма беріп жіберген, енді оқи тұруға уақытша бере тұрған ем, сондықтан да дәл қазір ол қолымда жоқ. Ішінде өте көптеген заметкалар жасаған болатынмын, ішінде өте көптеген идеялар, ақпараттар алған болатынмын. Өзіме керегі ең бастысы сол кітаптан түйіп алған болатынмын. Ол дәл осы жылы шыққан кітап. Осылайша енді қорытындылайық. «Технология счастливой жизни» білмеймін, оқыларыңыз келсе оқыңыздар, обязательно оқысын деп айта алмаймын, бірақ мына кітапты оқыған дұрыс. Яғни өз басым, енді бұл менің қорытындым ғой. Осы жылғы ішіндегі мен оқыған кітаптардың ішіндегі ең күштісі дәл осы кітап. Сондықтан да осыны recommendation. Ал енді кеттік. Келесі видеоларда кездескенше достар, келесі жылда бұйырса дәл осындай бір қорытындылар жасаймыз деген үміттемін. Кеттік, келесі видеоларда кездескенше.